Сәлем достар, бүгін біз сіздермен паразиттердің ең жек көретін тағамы, иммунитет күшейтетін, өтіңіз жақсартатын, асқазан шек жолдарын жақсартады және анемия мен іш қатуға ем, құрамында А, Б, С дәрумендері бар варикоздың алдын алатын квашеный капустаны бірге дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Және де видеоға лайк басып, өз комментарияларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қырыққабат қажет болады. Менде шамамен 2 келіге жуық үлкен қырыққабат болды. Осылай ең бірінші беткі бөлігін, жасыл жерлерін, қырыққабаттың жапырақшаларын алып тастаймыз. Және де дәл видеодағыдай ұсақ жіңішке етіп тураймыз. Барынша жіңішке етіп турауға тырысыңыздар. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Каналымда көптеген тәтті тағамдардың, десерттердің, сусындардың рецептісі бар. Міне бір үлкен капуста менде осылай бір шара болып шықты. Енді осының үстіне әр килограммына 1 ас қасық тұз қосамыз, яғни мен 2 ас қасық тұз қостым және қолымызбен осылай мыжимыз. Сол кезде капустаның өзінің сөлі бөлінеді. Келесі кезекте бір осындай сәбіз қажет болады. Сәбізді тым көп қосып жібермеңіздер. Менде бұл кішкене үлкенірек сәбіз болып шықты. Осыны үккіштің көзінен өткізіп, бұны да аздап қолымызбен мыжып жібереміз. Содан соңғы сәбізді жаңағы қырыққабаттың үстіне қосамыз. Менде шара өте толып кетті. Сонда да мен осының үстіне араластырдым. Себебі өзі басылады бірте-бірте болмаса. Мінекей осылай жақсылап араластырып, екеуін бірге дайындап аламыз. Және мен барлығын бір банкіге істедім. Осында 2 литрлік банкіні бір шайып алдым да, ішіне осы жаңағы тураған сәбізім мен қырыққабатымды салдым. Және салу барысында барынша тығыздап салғандарыңыз дұрыс. Міне біршама салған соң 2 лавр жапырағымен осындай горох бұрыштан 3 солай салып жерсеңіздер болады. Ара-арасына осылай салатын боламыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, кейбіреуі жаңағы шарашаның ішіне бірден салып барлығын араластырып та жатады. Мен осылай арасына нығыздап сала отыра, әрбір ортаға толған сайын осылай 2 лавр жапырағымен 3 бұрыштан салып отырдым. Өзіңіздің қалауыңызша ашылығына сәйкес саласыздар. Менде бұрышы сәл көбірек болып кетіпті. Сондықтан да бұрышты, жаңағы горох бұрышын өте қатты көп салуға кеңес бермеймін. Міне видеодан байқаған боларсыздар, салып жатқан сәтте осы біздің капустамыздың сөлі өте көп бөлінді. Бұл яғни біз кваситтауға қойған уақытта да сөлі өте көп бөлінеді. Сондықтан да осы банкының астына шара қоюға кеңес беремін. Неке барлығын түгел мен осы банкының ішіне сыйғыздым. Тығыздап салғанда осы үлкен бір капустам бір 2 литрлік банкімен толы болып шықты. Міне барлығында салып шықтым және шарашаның түбіндегі осы суды ішіне құймайсыздар достар. Оны төгіп тастайсыздар. Мінеки онысы да өзінің сөлі бөлініп тұр. Енді осының үстін жай ғана қалпақпен жаба салмайсыздар. Бір үстіне ауыр бір затты қойсаңыздар болады. Сонда сөлі бөлініп жақсы кваситталатын болады. Мен үстіне осындай кофе салынған банкіні пайдаландым. Яғни оны салафан қалташасына кигізіп, бір жағынан банкінің бетін осылайша жауып қойдым. Осылай сіздерде 3 күн бөлме температурасында тұруы тиіс. Әрбір күн сайын газын арасынан шығаруды ұмытып кетпеңіздер. Неге мен әр күн сайын осындай ұзын шпажка таяқшасы арқылы осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай мінекей ауасын, яғни газын шығарып жатырмын. Кез келген өзіңізге ыңғайлы затпен шығара берсеңіздер болады. Мысалға сушидің таяқшасымен де шығарсаңыздар ыңғайлы. Міне дәл осылай әрбір шетінен газын шығарамыз. Осылайша 3 күн газын шығарғаннан кейін біздің квашеный капустамыз дайын болады достар. Осымен біздің квашеный капустамыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.